Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Марат, және осы видеода мен сіздерге дәл қазір қалай телефонды микрофонның орнына Vomik бағдарламасы арқылы қолдануды көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен сіздер осы сайтқа кіру керексіздер. Сілтемесі описанияда болады. Vomik'тің официальный сайты. Осылай астыққа түсеміз. Мұнда инструкциясын қарауға болады, бірақ мен сіздерге қазір түсіндіріп беремін қалай не істеу керектігін. Ең астына түсеміз де Vomik клиентті жүктейміз и Vomik Drivers. Сосын Vomik клиентті установка жасаймыз. Да дейміз. Next. Мынау галочка керек жоқ, өйткені осыны бассаңыздар, сіздер ноутбукта әлде компьютерді әрбір қосқан сайын Vomik өзі қосылады. Кімге қалай ыңғайлы, соны маған керек жоқ мысалға. Мен өзім қосқанда там. В общем, next басамыз. Сосын папка таңдаймыз. Өзімізге любой папка қандай ұнайды. Так. Окейді басамыз. Папканы таңдағаннан кейін. Сосын install. Finish. Енді бізге Vomik драйверді орнату керек. Даны басамыз. Мұнда сізде қандай Windows, соны таңдайсыздар. Менде Windows 10. И сосын тағда x86 на всякий случай установка жасап тастаңыздар. И әр Windowsқа әрқандай x86 деп тұрады драйвер. В общем, таңдағаннан кейін install басамыз. Так, менде уже орнатылған драйвер, сондықтан осындай шығады. Сіздерде ондай шықпау керек. Даны басасыздар. И мұнда перезагрузка жасау керек дейді ноутбукқа. Мен мысалға даны басам. Close. Сосын біз телефонда тоже осы программаны орнату керекпіз. Ол үшін біз поисковикқа Vomik жазамыз. Сілтемесін тоже описанияда қалдыратын болам. Установка жасаймыз. И открыть. Сонымен қатар компьютерде тоже ашамыз. Міне осындай окно шығады. Біз Vomik'ті ашқанда. Телефонда тоже өзінің несі бар. Сіздерге бірінші тәсілді көрсетіп кетейін. Ол мысалға сіздер міне бірінші Wi-Fi мен қалай қосылатынын көрсетіп берейін. Ол үшін осы жерде сіздер Wi-Fi таңдайсыздар. Сосын мұнда портты қарауға болады. Қандай порт? Міне IP адрес. Потом Vomik'ті қосасыздар осы арқылы. При использовании разрешить дейміз. И мұнда IP адрес пен порт қараймыз. Порт қарамауға болады, солай негізі всегда бірдей. В общем, компьютерді connect'ті басамыз. И мұнда тоже Wi-Fi деген тәсілді таңдаймыз. И IP, телефонда қандай IP, мұнда да сондай IP жазу керек. Аха, болды. И окейді басамыз. Болды, енді бізде микрофон істеп тұр. Осы арқылы тексеруге болады, микрофон істеп тұр ма жоқ па. Сіздер өз дауыстарыңызды есту керексіздер. Вот, өшіреміз. Сосын екінші тәсіл бар. Ол USB арқылы. Сіздер мұнда USB таңдайсыздар. Потом артқа шығасыздар. Так, компьютерді сіздер тоже Connect и USB таңдайсыздар. Телефон компьютерге USB арқылы қосылып тұру керек осы нәрсе істеу үшін. В общем, окейді басамыз. И телефонда қазір болды, қосылды. И кей кезде сіздерде мұнда разрешить отладку деген не шығу мүмкін. Тоже келісеміз басуға телефонда. Осы Vomik сұраса болды. Менде бұл ошибка шығып тұр, өйткені мен запись жасап отырмын. Сондықтан ошибка шықты. И егер де сіздер телефонды микрофон ретінде осылай осындай нәрсе шықса, онда перезагрузка жасап қайтан кіріп көріңіз. Чисто Vomikпен. Өйткені кейбір программалар телефон бірнеше қызмет атқарса, осындай ошибка шығу мүмкін. Мысалға сіздер телефонды тек қана микрофон ретінде емес, но и веб-камера әлде тағы да көптеген функцияларды компьютермен солай қоссаңыздар USB арқылы, осындай нәрсе шығуы мүмкін. Ол кезде перезагрузка жасаймыз да, придется бір нәрсені ғана таңдауға, әлде қанша нәрсе таңдалады, әйтпесе осындай ошибка шығуы мүмкін. Егер даже компьютерді перезагрузка жасағаннан кейін істемесе, онда телефонында перезагрузка жасап істеп көріңіз. Менде екеуінде перезагрузка жасағаннан кейін осылай істеп кетті.
Ал осымен видео соңына да жетіп қалды. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер менің жаңа ашқан видеомды жіберіп алмайсыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Марат. Келесі кездескенше сау болыңыздар.